Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін түрік халқының булочкасы ачма жасаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су, ашытқы салып, үстіне қантымыздан біраз саламыз. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаны дайындаймыз. Бір жұмыртқаны толық саламыз. Екінші жұмыртқаның ағын саламыз да сарысын алып қаламыз. Ол біздің ачманың бетіне жаққанға керек болады, булочканың бетіне жаққанға. Дрожжымыз жақсы көтерілді, ашытқымыз. Май, жұмыртқа, тұз, қалған қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп саламыз. Електен өткізгенде ұнның арасына ауа кіріп, біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Басында осындай қасықпен елейміз. Қамырымыз жұмсақ болуы керек. Әркімде ұн әрқалай, мен астына грамын жазып қоям, сіз өз көзін жасаңыз. Енді қолымызбен елейміз. Қамырды ең қандырып, осылай қайтарып елейміз. Кішкене қолымызға май құйып алып, осылай бетіне жағамыз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Май дайындаймыз. Алдын ала ертілген сары майдың үстіне бір ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай кішкене майлап, ашыған қамырымызды осылай саламыз. Бізде 40 минутта ашыды қамырымыз. Енді ешқандай ұн, оқтау ештеңе қолданбаймыз. Осылай видеодағыдай жаямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Сары майымызды ерітіп, кішкене суытып, сосын жағамыз. Ыстықтай жақсаңыздар болмайды. Ағып кетуі мүмкін. Енді осылай екі жағын қайтарып, видеодағыдай жасаймыз. Сары майымызды тағы да жағамыз. Енді жайып алып, осылай кесеміз.
Мінекей видеодағыдай осылай ораймыз. Мінекей дайын. Өте тез болады, оңай жасалады. Жұмыртқаның сарысын үстіне біраз қасық сүт құйып, осылай араластырамыз. Бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Мінекей біздің ачымаларымыз дайын. Енді қалған сары майымызды осылай ыстықтай бетіне жағамыз. Сол кезде жылтырап, әдемі көрік беріп, жұмсақ болып, сондай әдемі болып тұрады. Неке қараңыздаршы, қандай керемет, жұмсақ, үлпілдеп тұр. Асты да, үсті де бір келкі болып, қып-қызыл болып пісіп шықты. Неке қандай керемет болып шықты. Тез әрі оңай дайындалады. Сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға осылай жасап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.